бүгін осы Назарбаев зияткерлік мектебімен қоштасып жатырмыз. Мен мектебіме өте алғысым шексіз, себебі 6 жыл бойы сапалы білім беріп, жан-жақты дамуға мүмкіндік берген бір ең керемет, менің өмірімде мәңгі сақталынатын маңызды орындардың, кезеңдердің бірі. Алғыс айтқым келеді ұстаздарыма, барлық мектеп ұжымына, және де осы бүгінгі кеште мен өзімді бір жағынан өте қуанышты сезініп тұрмын, екінші жағынан кішкене қобалжып тұрмын, себебі Назарбаев зияткерлік мектебінде өзімнің достарымды қоштасып, жаңа өмірге, жаңа қадамдар жасауға кішкене қорқып тұрмын, уайымдап тұрмын. Бірақ осындай керемет мектепті бітіріп, түлегі атанып атқанына мақтанамын. Мен осы Канададағы University of British Columbiaдан шақырту алдым, Гонконгтағы Hong Kong University'дан шақырту алдым, және тағы басқа университеттерден. Таңдауым Назарбаев университеті деп ойлап отырмын. Математика саласында, болашақта осы математикада зерттеулер жасап, осы салада жұмыс істегім келеді. Осы Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші түлегімін. Бүгінгі таңда мен осы алтын белгіге бітіріп жатырмын мектепті. Осы жолында жалпы 7-ші сыныптан бастап оқып жатқан білім алаңында бұл мектеп маған көптеген нәрселерді үйретті. Ең алдымен ол әрине бойыма сіңірген құндылықтар, жалпы ұлттық құндылықтарымыз, адами құндылықтар. Одан бөлек әрине ұстаздарымның маған берген білімі, сондықтан мектебіме, ұстаздарыма, қасымда жүрген жақындарыма, жалпы ұжымға өзімнің үлкен алғысымды білдіремін. Енді қазіргі таңда мен Назарбаев университетіне қазіргі таңда грантқа түсіп тұрмын. Компьютер сайенс ғылымдарын зерттесем деген ойым бар. Болашақта жақсы бір айтишник болып шықсам деген арманым. Қазіргі таңда енді Қазақстан цифрландыруға үлкен бір бағыт қойып отыр. Сол бір бағытта өзімнің орнымды тауып, абай айтпақшы, сен де бір кірпіш дүниеге кетеген тапта барқалан деп өзімнің орнымды тапсам ба деймін, осы Қазақстандағы қоғамды дамытудағы.